Енді үйленейін деп жатқан жастар немесе жаңадан үйленгендер мынандай қателік жасамаңыздар. Әйелдеріңізге сен менің разылығымды алу керексің. Сен менен бір саты төмен тұру керексің. Маған қарсы келме, мен не айтсам соған келісіп айтқанымды тыңда. Сен жақсы болсаң, мен барлығын жасаймын. Деген сияқты сөздерді айтпаңыздар, ойламаңыздар. Керісінше сен жақсы болсаң, әйеліңе жақсы қарасаң, көңіл бөліп бағаласаң, оны түсіне білсең, сол кезде ол сен айтпай-ақ жақсы әйел болады. Сені сыйлайды. Сенің ата-анаңды да, бауырыңа да, бала-шағаңа да жақсы қарап, қонағыңды жақсы күтеді. Ал егер әйеліңе бір саты төмен тұр, менің айтқаныммен жүр, менің разылығымды ал, неге мынаны істемейсің деп кемшілігін, қателігін айта берсең, наоборот саған қарсы келіп сені тыңдамай, ата-анаңа да мінез көрсетіп, бала-шағаңа да айқайлап, қонағыңды да дұрыстай күтпей, өзіңе қиындатып аласың. Менің сіздерге ағалық, жанашырлық ақылым осы. Егер бақытты болам десең, отбасыңды сақтаймын десең, әйелің жақсы болсын десең, осы нәрсені ұмытпа. Біз үйленген кезде осындай ақыл айтатын адамдар аз болмады. Немесе кейбір ағаларымыздың айтқанын тыңдап, қатынды бастан қатты ұстау керек, басыңа шығады. Сондай әртүрлі нәрсені айтып, сондай қателікпен қаншама семьялар ажырасып кетті. Қаншама отбасының берекесі кетіп жатыр. Сол үшін ондай қателік жасамаңыздар. Лайк басып барынша бөлісіп кетіңіздер. Және сұрақтарыңыз болса жеке консультация алыңыздар.